안녕하세요. 이미 орысша сөйлеп кеттім, құрсын. күнделікті қолданатын уход деген қазақша. И бүгінгі видеомды бастаған себебім тағы да бір нәрсе бар. Мен өте қызықсыз адаммын. Мен әңгіме айту білмеймін, өсек айту білмеймін, өзім ойымды жеткізуді білмеймін, қызығушылығым түкте жоқ. Ше, не істеп жүргенімді білмейтін адаммын ғой. Сондықтан бүгіннен бастап кішкене бастайын деп ойлап жатырмын. Кішкене болсын би билеп па, біраз планым бар негізінде. Бірақ та оны бар ғой, оны көрнеме қазақша ұмытып қалдым. Іске асыру. Оны іске асыруға менің жалқаулығым ұстап қалады да. Сондай жағдай. Жарайды. Менің қызығушылығым это китайский дорама. Қазір өте андай вертикальный дорамалар бар ғой, китайский. Солар өте көп шығатын болып кетті ғой. Маған сол китайскийлар ұнайды. Корейский прям кринждеймін. Кәдімгідей реально ғой. Олар прям ойнай алмайды. Реально ойнай алмайды корейский актерлар. Бір-екі актрисаны көрдім, кореянка. Корейский версиясындағы. Олар жақсы ойнады да, ал вот ұлдар или папа мамасы бәрі прям жестко прям не істейді да. Андай переигрывает жүрегің екен. Вот китайскийларда білмеймін, қатты үйреніп кеттім ба, әлде жақсы ойнай ма, өте маған қатты ұнайды ше. Әлде олардың өздері менталитеттері сондай болғандықтан ба кішкене жағымды келеді де, өте қызықты түсіреді. Соны көрем. Еще андай 3D эффектілер күшті. Бұрында кринж ұстайтын 3D эффектілеріне қазір прям олар деген вау болып кетті ғой. Киберспортсмендар, иишкалар, олар прям күшті развивать етіп жатыр. Развивать деген қазақша қалай? Көрдіңдер ме? Бәрін ұмытып қалдым. Қазақша үйрену керек. Қайталау керек, еске түсіру керек. Қазақстанға барған кезде қазақша қалай сөйлеймін? Сол не айтып жаттым? Менің қызығушылығым сол жоқ, сол осы китайский дорамаларды көремін. Сосын китайский фанфики бар емес пе, андай иишки фотолар тұрады да, и озвучка болады. Андай и арқылы аударған озвучка бар. Китайский манхва фанфиктардың. Соны көремін, тыңдаймын. Просто оны фонға қойып қоямын да, өзім істей беремін. Либо сабақ қараймын, қойып қоямын фонға. Сабақ менде компьютермен ғой, просто сурет саласың деген сияқты. Немесе қосып қоямын да, просто телефонда андай шейіннен қараймын, фильмнен қараймын заттарды. Өзім бай сияқты ойымнан алу керек, өзім бай сияқты картинаға тыға беремін. Алмаймын жауап. Сондай хоббиім бар, бірақ та басқандай хобби жоқ. Бұл хоббиді ешкімге айта алмайсың ғой, ешкіммен бұл туралы сөйлесе алмайсың, әңгімелесе алмайсың. Сондықтан басқа адамдармен коммуникация жасай алатындай кішкене бір қызығушылығым болса деп армандаймын. Басқа адамдармен реально күшті әңгімелескім келеді. Менің достарым көп те, бірақ та ол достарыммен мен прям қатты қызықты әңгіме айта алмаймын да. Мен өзім просто әңгіме білмеймін, потому что мен өсек тыңдамаймын. Тыңдасам да, бұл өсек андай да. Актер, актриса, сондай абсурдать етуге болатын адамдарда, сондайларды ғана абсурдать ете аламын да. Ал басқа адамды абсурдать ету деген нәрсе ол менікі емес. Сондықтан басқа бір жағынан, мысалы спорт жағынан, би билеу жағынан, немесе кітап оқып, сондай бір қызығушылығым болса деймін да. Сондай қызығушылығым болса, басқа адамдармен сөйлесе алатын, сондай қызығушылығы бар адамдармен сөйлесіп, танысып, солармен көбірек сөйлейтіндей маған неме керек? Бірдеңе керек. Соны ойластыру керек. Білмеймін, короче. Мен көп әңгіме айтып кеттім, 18 минут кетті. Қиян бұның бәрін, білесіңдер ма? Жалқаулық сенің қас жауың деуші ме еді? Сондай бірдеңке. Сол менің қас жауым болып жүр, мен одан айыра алмай жүрмін. Оны ұрып жоқ қылып сөйлеп қойып. Сондай нәрсе. Сол бірінші хоббиімді бүгін біз ойластырайық, қандай хобби. Не істесем болады? Мен ойлағам негізінде скакалкамен секіріп шығайын деп, уже бір ай болды скакалкамен секірем дегеніне. Поэтому специально алдымда стол алып қойғанмын, чтобы ұмытпайын, көрген сайын есіме түсірейін деп, бірақ ол сол заттардың арасында тұр стол үстінде. Я решила қазақша сөйлей қалып. Мен күнделік жазатын болдым. Кеше бірінші бетін жаздым. Біріншісі скакалкамен секіру. Скакалкамен. Екінші кітап оқиын ба деген ой келді. Менде скакалкада бір
Менде Инстаграмда бір блогер бар. Кітап жазады өзі. Фанфик жазады ғой негізінде. Редакцияда сондай нәрсе бірдеңе жұмыс жасайды, өте қызықты ғой контенттері. Сол бағана көрдім де сол контентін. Мен негізінде сөздігім өте төмен болып кетті. Қазақша сөйлемегелі көп болды, оқу бітіргелі көп болды. Оқу бітіргеніме 5 жыл болды, колледж бітіргеніме, мектеп бітіргеніме 9 жыл болды. Содан ойлағаным ғой, сөздігім төмендеп кетті. Вообще жоқ сөздік деген нәрсе менде. Сондықтан кітап оқи бастайын ба деп ойлағаным бар. Қазақша кітап, орысша кітап, кәрісше кітап, үш түрлі кітап. Бірақ ең басында қазақшаны бастайын. Қазақшаны дұрыс ұқсам, менің ойымша кәрісше де орысша да келеді деп ойлаймын. Себебі қазақша оқыған кезде түсініксіз сөз болса, мағынасын түсінесің де, сосын оның орысшасында, кәрісшесінде біреу қызық болып кетеді ғой. Солай ең дұрысы сол қазақша кітап оқи бастаған деп ойлаймын. Екінші хоббиге кітап оқу. Сонымен бізде скакалкамен секіру и кітап оқу. Қандай хобби жасаса болады? Негізінде мен бірдеңе бастағам. Ол бізде скетчбук. Бізге универде берген, оқуға түскен кезде подарок ретінде. Мен былай бастағам. Мына жақ емес, мына жақ па? Мына жақтан бастағам. Былай бастағам ба? Короче, бұл емес. Сурет сала бастағам ғой, осындай. Көрінді ма? Ал мынау мен галереяға барған кезде салған суретім. Галереяда осы, короче, суретшінің суретін қайталап салғам, естелік ретінде. Сосын тағы қағазға салғам сурет. И соны сол галереяның өзінің ивент, короче, такой. Қағазға саласың, сол қағаздағы суретті осындай кружканың астына қоятын нәрсеге бастырады. Күшті, әдемі. Сол кішкене осылай сурет сала бастадым да. Өзім мамандығыма да байланысты ғой. Осындай сурет салсам, кішкене икемім де келеді, сондай нәрсе. Басқа суретім жоқ. Осылар ғана. Қалғаны бәрі сабаққа байланысты. Сондықтан қазір біз мында жазамыз. Сурет салу. Осылай жүргендіктен орындығым шыққылайтын болып кеткен. Таңғы сағат 7 негізінде мен былай сөйлеп шулап жатырмын. Адамдар кешіріңдер, көршілер. Надеюсь, сендерге естілмейді. Ашқазаным жылына кетті просто. Қандай әңгіме айтсам болады деп ойлап отырмын. Не айтып жаттым ұмытып қалдым. Хобби ғой бізде, иә? Какой осы үш хобби? Тағы бір хобби. Бесеу жазайықшы. Есіме түсті. Менің тағы бір ойлағаным болған. Тауға шығу. Алдыңғы аптада суббота күні тауға шығамын деп ойлағанмын ғой. Бірақ та жаңбыр жауып кетті таңертеңнен где-то сағат 5-ке дейін. И опасно болатын шығар деп барған жоқпын. Сосын понедельник барамын дедім. Бірақ та сестренкамен кездесетін болып қалдық. Және де менде собеседованиеға шақырды жұмысқа. Сондықтан бара алмадым. Сосын ауырып қалдым. Кеше суық болды. Бүгін бармаймын 100%. И ертең менде план бар. А воскресенье менде... Днем у меня свободно, но я 100% знаю, что до обеда по-любому буду спать. Блин, тағы да қазақша сөйлеу керек ағаркем. Не айтып жаттым? Я Дори, знаете, айтып жатамын, ұмытып қаламын, не айтып жатқанымды. Сол воскресеньені түске дейін күтетін шығармын. Кешке жұмыс. По-любому не пойду. По-любому бармаймын. Сондықтан надо бір күнді белгілегенге. Понедельник баратын шығармын. Себебі понедельник планым жоқ. Ал вторник и среда менде план бар, вроде. Көреміз. Стоп. Хоббиімізді жазамыз. 4-ші хобби бізде ол тауға шығу. 5-шісін не жасап болады? Логикалық есептер шешу немесе шахмат ойнау. Логикалық есептер. Негізінде болады ше, логикалық есептер деген миды қозғалтады ғой. Телефонмен фото түсіру, табиғат, қала немесе күнделікті өмірді түсіріп композицияны үйрену. Болады негізінде.
созылу жаттығулар немесе медитация. Ән айту немесе музыкалық есту қабілетін дамыту. Негізінде мен ойлаған нәрсенің бәрі осы. Басқа не істейсің? Мұнда екі нәрсе ұнады. Логикалық есептер шешу және де телефонмен фото түсіру. Фотоны мен негізінде и так түсіремін, бірақ та композиция сияқты нәрсе жасамаймын. Негізінде маған өте пайдалы болушы еді, менің мамандығыма байланысты. Логикалық есептер деп маңызды ше, менің миым қатып қалған ғой, 6 жыл бойы дым істемегеннен. Қатып қалған нағи. Даже 7 жыл карантин болды емес пе, 2 жыл. Сонымен не істейміз? Телефонмен фото түсіріп тыңдай салайын. Сонымен достар, менің хоббилерім, үйренетін хоббилерімнің списогі шықты. Біріншісі скакалка мен секіру. Екіншісі кітап оқу. Сөздігімді көбейтуім керек. Үшіншісі сурет салу. Икемдігімді көбейту керек. Тауға шығу, денсаулық маңызды. Язда зор. Бесіншісі телефонмен фотоға түсіруді үйрену. Мен көп фотоға түсіремін, бірақ та оны редактировать ете алмаймын. Әдемі қылдырып ше, сондай нәрселерді үйренгім керек. Сондықтан бүгін не знаю, бүгін кітап оқимын ба деп ойлаттым. Кітап оқып ұйықтап кетсем иә. Тауға шығу пока что. Осы хоббилердің бәрін орындап көрмейінше басқа нәрсе бастамаймын. Сіздер соған куә болыңыздар. Иә. Сол мен хоббилерімді таңдадым. Енді бұл хоббилерді орындауға тырысу керек. Сондықтан мен барып осыны бастауға тырысып көрейін. Сосын сізге келесі видеомен отчет жасаймын. Сау болыңыздар.